Қайырлы күн достар, мен Сандуғаш Мырзабекова, Әл-Фараби бейнесі және заманы атты онлайн дәрісімді бастаймын. 2020 жылы елімізде Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толғандығы аталып өтуде. Аристотельден кейінгі әлемнің екінші ұстазы деп аталып кеткен Әбу Насыр Әл-Фарабидің алатын орнын тек қазақ елінде ғана емес, сондай-ақ ЮНЕСКО көлемінде ресми түрде қолдап отыр. Әл-Фараби ол шығыстың ғұлама ойшылы, математик, астролог, музыка теоретигі. Ол 870 жылы бүгінде Отырар аталатын көне Фараб қаласында дүниеге келген. Фарабидің толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммед ибн Ұзлах ибн Тархан Әл-Фараби. Ол түрік тайпасының дәулетті ортасынан шыққаны бізге мәлім. Бұған дәлел оның толық аты жөнінде Тархан деген атаудың болуы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының қорында ұлы ғұламаның бірнеше образдары сақталған. Мен сіздерге Леонид Леонтьев, Павел Зальцман, Борис Пак сынды 3 суретшінің шығармаларын қарастырмақпын. Жалпы Қазақстан суретшілерінің арасында Әл-Фарабидің портретін зерттеп жазған суретшілер саусақ пен санарлық. Алдымен 1913-83 жылдар аралығында өмір сүрген Леонид Павлович Леонтьевтен бастаймыз. Ол Қазақ ССР-ның халық суретшісі. Қазақстанда 1939 жылдан бастап келіп, Алматыда тұрып еңбек етті. Негізгі туындылары портрет жанрына арналған. Ол Абай Құнанбаев, Сұлтан Ахмет Ходжықов, Қанабек Байсейітов, Қанафия Телжанов, Нағымбек Нұрмұхамедов сынды танымал тұлғалардың мінезін ашатын керемет портреттер жасаған. Назарларыңызға Леонтьевтің 1973 жылы салынған Әл-Фарабидің портретін ұсынамыз. Суретші жасаған аталмыш портреттің 2 нұсқасы бар. Оның алғашқысы ақ қағаздың ортасында ақ сәлделі, сәнді сақал-мұрт қойған сымбатты оқымысты. Көркем образ көмірмен бейнеленген. Қолындағы кітабы ғылыммен айналысқандығын және оның кім екендігін түсіндіреді. Сәл төмен қараған көздері арқылы ойшылдың салмақты мінезі ашылады. Көмір іздері қысқа штрихтарға ұқсап, кейде лезде қарайып, кейде жартылай көлеңкелерге ауысады. Нәтижесінде адамның басының фактурасы мен формасы қалыптасқан. Бұл шебердің өзіндік қолтаңбасының жетістігі. Ал екінші нұсқада қарындаштың ұшы көмірмен біріктіріледі. Мұнда Әл-Фараби қырымен қаратылған. Оның арықша келген сопақ беті, қыр мұрыны, шамалы түйілген қабағы, жіңішке қастары, бір нүктеге тесіле қараған көздері айқындалады. Осы арқылы алдына үлкен мақсаттар мен міндеттерді қойған ғұламаның мінезін аңғаруға болады. Мұнда да кейіпкер кеудесіне кітабын қысып, білімге құштар болмысын жеткізеді. Ілгерідегі ғасырларда өмір сүрген ғалымдардың қалдырған жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы 9 ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған. Әбу Насыр бала күнінен ғылымға құштар болып өскен. Бақытына қарай сол замандарда Отырар қаласында аса бай кітапхана бар еді. Суретшілер арасында Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген әртісі Павел Зальцман шығармашылығы жан жақты. Ол график, ақын және жазушы. Павел Филоновтың шәкірті, аналитикалық өнер бағытының өкілі. Алматыда Қазақ фильм киностудиясында талай жыл суретші қоюшы және 1955 жылдан киностудияның бас суретшісі қызметін атқарған. Ол 25-тен астам фильмдердің көркемдік қойылымының авторы болған. Солардың ішінде Дала қызы, Махаббат туралы аңыз, Ботагөз, Шабандоз қыз атты фильмдерді айтса болады.
Зальцман 1970 жылы Әл-Фараби фильміне эскиздер жасады. Бұл эскиздер құрамы фильмнің оқиға желісіндегі көріністерді алдын ала нақтылауға мүмкіндік берді. Онда ғұламаның басып өткен жерлері, көне қаланың ескі қабырғалары сипатталды. Шығармадағы қалашықтың көз тартатын күмбездері, шығыс ғимаратына тән құрылысы, көне өлкенің тынысын жеткізеді. Жоғары ракурста салынған көрініс қала картасы іспеттес. Жолдары қуыс-қуыстардағы текшелермен бұрып әкетеді де, қиғаш бұрыштардан қайта шыға келеді. Осындай шытырман жолды композиция көрушінің көзін жан-жаққа алып кетіп, қайта қала ішіне біраз қыдыртатындай әсер қалдырады. Шығыс ертегілері мен аңыздарында айтылатын оқиғалар дәл осы қалада өткендей. Бұл парақтың жалғасын мұнара қабырғаларына иректер мен өрнектер түскен Зальцманның екінші қағазы жалғастырады. Алғашқы туындының сипатына қарағанда, мұнда кірпіштер мен қабырғалары қирап, қараусыз қалып, бейне бір қабір мазарларға айналғандай. Егер бірінші парақта қалашықты сипаттаса, мұнда бейіт басынан көрініс келтіреді. Бұл дегеніміз аңызға айналған Әл-Фараби заманынан тек оның шығармашылығы ғана қалғандығын ескергендей. Үшінші бөлімде үшкір босағалар бір-біріне үңірейе қарап, көрермен көзін қараңғы бос кеңістікке алып кетеді. Көне дәуірдің қазыналары заман өте келе біртіндеп жойылып, тек елесі ғана қалып, қайта жаңғыруды талап етіп тұрғандай әсер қалдырады. Қауырсын ұшынан шыққан қысқа қайтарымды штрихтар суретті бедерлеп, кейде жұқа сызылып, нәзік ауысады. Енді бір жерлерінде салмақтап, ауқымдала түседі. Нәтижесінде кеңістік арасында күрделі формалы композиция орнығады. Эскиздердің үшеуінде ұқсастықтар бар. Оларда ғимарат арасының жиілігі, жол текшелерінің иірімі және нұсқалған объекттердің кеңінен қамтылуы кездеседі. Әл-Фараби парсы грек тілдерін үйренген. Отырарда бастапқы білім алған соң, Самарқан, Бұхара, Исфахан, Рей, Хамадан, Бағдад, Дамаск, Каир, Александрия қалаларында өз білімін үнемі жетілдірумен болған. Қазақстан графикасында 20 ғасырдың 60 жылдары өзінің ерекше қолтаңбасымен түскен графикші Борис Пак болды. Оның дарындығы сан қырлы. Станок беземесімен қатар кітап безендірумен айналысты. Кескіндеме және ағаш мүсіндеуде де табысты еңбек еткен. Оның 1981 жылғы Әл-Фараби атты парағында эпикалық кейіптегі ұлы тұлғаның көрерменге бағытталған портреті суреттеледі. Қолына шағын шеңбер іспеттес астрономияны зерттеу құралын ұстаған. Онда аспан әлемі, күн жүйесі, оны қоршаған планеталар мен жұлдыздар құраған. Ал күн мен түн иньян белгісімен бөлінген. Басына шығыс әдісімен оралған сәлдесі бар. Оқымыстыны алдыңғы оң жақ бұрыштан жолақ сызықты айнала түсіп ұшқындап өтеді. Бұл жолақ тағы да бір бейтаныс ғаламдардың бар екендігін ескертеді. Сызықтардың іздері қалың әрі қою жағылады да, негізгі форманы ірілендіреді. Соның салдарынан кескінделген Әл-Фараби қағаз бетінен ойып алғандай әсер қалдырып суреттеледі. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылдардан бастап, көне тарихымызды, ұлттық құндылықтарды сақтап, ал бейнелеу өнері саласында қайта жаңғыртуды қолға алған. Осы тұста Қазақстан суретшілері Леонид Леонтьев, Павел Зальцман, Борис Пак Әл-Фарабидің тың бейнесін жасап, халық қазынасына қомақты дүниелерін қалдырған. Қазіргі таңда бұл бейнелер жаңа заманның ұрпақтары үшін таптырмас мұраға айналды.
Әл-Фараби өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Ол 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазған. Философиядан басқа логика, саясат, этика, музыка, астрономия ғылымдарын зерттеген. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат, музыка туралы үлкен трактат. Әл-Фараби грек ойшылы Аристотельдің категориялар, метафизика, риторика, поэтика және тағы да басқа көптеген еңбектеріне түсініктемелер жазып, өз тарапынан кемеңгерлік меруерті, ғалымдардың шығуы, бақытқа жету, азаматтық саясат сияқты көптеген сындарлы философиялық еңбектер жазған. Оның еңбектері еуропалық ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. Фараби шығыс пен батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда зор рөл атқарды. Сондықтан да ұлтымыздың символына айналған Абай, Жамбыл, Құрманғазы сынды ұлы тұлғалардың арасында әлемнің екінші ұстазы деген құрметке Әл-Фараби ие болған. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге Сандуғаш Мырзабекова.